Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Ағымдағы жылдың 1 ақпанынан бастап, өзіңіз білетіндей, оқы және жең онлайн байқауының 3-ші кезеңі басталды. Бұл байқау көпшіліктің көркем әдебиет оқуға деген қызығушылығын оятты десем, әрине қателеспер едім. Неге? Өйткені кішкентай өмірге келген сәбиден бастап мектеп табалдырығын аттаған еңкейген қарияға дейін әрине біз білімді кітаптан аламыз. Бүгінгі біздің кітап пен кітап оқуды насихаттау барысында өтіп жатқан оқы және жең онлайн байқауының кезекті подкастының қонағы Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының бас маманы Сәдуақасова Айжан Жусанқызы. Қош келдіңіз. Әдетте біз келген қонағымызбен көкейімізде жүрген сұрақтарға, яғни осы оқы және жең байқауын қатысты біз келелі де сүбелі сұрақтарға жауап алғымыз келеді. Енді өзіңіз көріп отырғандай, оқы және жең облыстық байқауының 3-ші кезеңіне сіздің айтар пікіріңіз. Осыған тоқталып өтсеңіз. Біздің облысымызды айтып өтетін болсам, енді біздің облыстың әкімдігінің өкілімін ғой, бір жағынан. Екіншіден қонақ, енді осы жердің оқырманы деген сияқты бұл осы шаңырақтың. Біздің облысымыз өзі көптеген осы мәдени салада, сосын білім саласында көптеген бастамалардың мұрындығы болып жүр өзі негізінде. Біздің кезінде осы облыс әкімдігінде тілдер дамыту басқармасы деген басқарма болған. Сол басқарма бізде өзі аты айтып тұрғандай тілдерді дамытумен айналысады ғой енді. Сонда біздің облыс бірінші болып 2013 жылдары мекен мынандай байқау ұйымдастырған. Бірінші болып не деген, тілдарын деген. Үш тілді білетін жастар арасында өткізілетін байқау болған. Сонда біздің облыс Қазақстанда бірінші соны неткен, бастағанда негізі. Біздің идеямыз болды, біздің басшымыздың идеясы болды сол кездегі. Сол кеңінен етегі жайып, сосын бүкіл Қазақстанда өткізілетін болды, республикалық деңгейде өткізілетін болды. Сосын мысалға мынау меценаттар клубы деген болды бізде кезінде. Ол да біздің осы Қостанай облысының негізгі бастамасы. Сол сияқты көптеген жақсы бастамаларға мұрындық болып жүрген біздің облысымыздың бұл кезекті өзі идеясы ғой, негізі осылай мәдениет, әдебиет жағын дамытуға арналған. Сондықтан да бұл саладағы мінекей адамның, халықтың мәдениетін көтеретін, өрісін кеңейтетін, дамытатын саланың кез келген бастамасы ол жаман болмайды, әрине. Өйткені халықтың біз әл-ауқаты деп жатамыз, екінші жағынан рухани жағына көңіл бөлген ол өте маңызды мәселе. Өйткені бізде осыдан бір 5-6 жыл бұрын рухани жаңғыру деген бастама болған Қазақстан бойынша. Сондықтан да рух болмай, мысалға, рух болмай адамның сана сезімі дамымай, басқа жағымызда ол жетіспей жатады ғой. Сондықтан да мінекей кез келген бастама, бұл әдебиетке қатысты, мәдениетке қатысты, дәстүрге қатысты кез келген бастама жалпы адамның, халықтың рухани деңгейін көтеретін бастама, ол әлбетте әрине о бастан айтатын болсақ, ол қолданылатын, ол әлгі халықтың қолдауын табатын, сосын әлбетте құп көретін бастамалар ғой. Әрине. Біздің облыста жалпы айтады ғой, орысшалауды, бірақ орысшаламыз әрине мұрындық болатын негізгі тақырыптарды көтеретін бірнеше сіз айтқандай жаңа болған екен. Енді бұл оқу және жеңді айтып отырмыз. Алдымен өзіміздің кішкене бала кезімізден еске түсірсек, мысалы өзіміздің, мен жеке басым мысалы өзімді қалай әріпті танып өстік, әрине Мақтағыз бен Мысық деген сияқты, одан кейін Ертөстік, одан Бақытжамал, қызығып, енді қызыққаннан кейін адам соған қызығып қайта оқи бергісі келеді. Енді менің сізге түсініп тұрған шығарсыз сұрағымда айналып келгенде, өзіңіздің бұрынғы бала кезіңізден қалған, ең жақсы сүйіп оқыған қандай ертеңіңіз болды деген сияқты есте қалатын, соны айтып өтсеңіз. Ондай дүниелер көп болды әрине. Мен өзі негізі анам әдебиет, қазақ әдебиеті мен қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі. Әрине ол кісінің де маған көп әсері болды.
кітапты жақсы көруге, оқуды жақсы көруге дегендей. Сосын әріп танымайтын кезімде ол кісіні жатарда ылғи да сұрайтынмын, маған ертегі оқышы, ертегі. Ол өзінің кітабын оқығысы келеді, сосын маған жарты сағат бөлетін ертегі оқуға. Сонда бізде үйде әлем халықтарының ертегісі деген бір кітап болды. Сол әріп таныған кезде уже оның атын білдім әрине. Сосын әлем халықтарының ертегісі, сонда қазақша жазылған ертегілер болды, қазақша аударылған әртүрлі халықтардың. Сол менің ең бірінші кітабым болды, тыңдаған кітабым сол болды. Сосын артынан әріп танығаннан кейін ол кітапты өзім қайтадан оқыдым, ол ертегілерді. Ең бірінші кітабым сол есімде қалған. Оның үстіне мұқабасы жоқ болатын, өзің алынып қалған ғой, жыртылып қалған мұқабасы. Сондай беттер сарғыш тартқан сондай кітап болды да. Содан кейін бір 5 жасқа келген кезде апам, менің өзімнен үлкен апам, мені оқуға үйретті, әріп тануға үйретті. 5 жасымнан бастап кітапты өзім оқи алатын болдым. Сосын маған кітапханадан алып келеді кітаптарды. Сосын соларды оқимын. Сосын бірақ та мазмұнын айт деген кезде мен ұялатынмын мазмұнын айтуға. Сосын кітапханаға апарамын әлгі кітаптарды. Сосын ана кітапханашы апай сұрайды, енді сенбейді ғой, мен енді мектепке бармаған әлі, мына оқыдым ба оқымадым, жай суреттерін қарап алып келдім ба деп, енді сенбейді ғой. Сосын сұрайды менен, мазмұны қалай, айтып бер мазмұнын маған. Мен ананы ұяламын ғой сөйлеуге, бір үлкен кісінің алдында. Сосын сонда күлкім келеді әлі күнге шейін өзімнің. Ана артындағы мазмұны деген болады ғой, парағы, ең соңындағы парағы мазмұны деп жазылып тұрады ғой, соны ашам әдейі. Мазмұны түсінбеген сияқты ғой. Міне мазмұны деп, жоқ, мен саған оқығаныңды айт деп, сосын бір-екі сөзбен айтамын оқығанымды сол кезде. Сонда уже білесіз, сіздің кішкентай сәбидің қаншалықты кітапқа қызығушылығын көрініп тұрады сол жерде. Сөйтіп солай оқып кеттім кітаптарды. Содан өзім оқыған кезде біздің кітап деген бір кітап болды сол кезде. Сол кітапты қолға түсіру менің арманы болды. Біздің кітап деп аталатын сол. Ішінде енді есімде жоқ не бар екенін. Бірақ сол кітапты мен қолыма түсіре алмай кеттім. Сол біздің кітап деген бір кітапты көріп, кішкентай кезімде соған құмар болдым, сол кітапқа. Соны қайдан тапсам екен деп. Содан бізде библиотека, кітапханамызда, ауылдың кітапханасында, мен өзім Ұзынкөл ауданының Обаған деген ауылында өскен ғой. Біздің кітапханада кітап қоры үлкен болды. Жаңадан кітаптар келсе тіпті мәз болатынбыз. Ол кезде қазақшаға біраз көп аударылды ғой енді негізі. Сонда Карлсон туралы қазақшаға аударылды кітап. Соны үлкен форматта қызылды жасылды сол келді біздің ауылға. Оны біз қолдан қолға тигізбей оқитынбыз. Содан кейін Кіш қос портфель деген әлі күнге шейін сол кітап менде бар. Ең сүйікті кітабым сол болды менің. Олешковский деген кісінің қазақшаға аударылған Кіш қос портфель деген повесть. Қазақшаға аударылған, иә? Қазақшаға аударылған. Бірақ авторы орыс. Орыс. Олешковский деген автор. Сол кісінің кітабын мен бір 10 жасқа шейін оқыған шығармын қайта-қайта. Сол кітап менде әлі бар. Не туралы? Соншалықты қызықты болғаны сіздің 10 классқа дейін қызығушылығыңыз басылмаған. Не туралы сонда ішінде? Ол бір кішкентай бойлы бала туралы. Кішкентай бойлы бала 31 тамызда туған күні. Өзінің бойы кішкентай. Сосын оны мектепке алғылары келмейді. Ол өз мектепке барғысы келеді. Өйткені 31 тамызда туғаннан кейін ол енді жасы жетіңкіремейді деп оны алмайды да. Сосын бірақ та ол мектепке өте барғысы келгеннен кейін әке шешесі директорға барып сұрайды. Сосын ол айтады, жарайды, бір ай сынақпен аламыз, егер де осы бір айдың ішінде оқуды алып кетсе, тәртібі жақсы болса, біз ары қарай оны қалдырамыз деп. Содан сол бір айдың ішіндегі соның оқиғалары, екінші бөлім сосын жазғы каникулдағы оқиғалары, сондай өте қызық жазылған кітап. Сондай енді бір әлгі добрый дейді ғой, орысша айтқан кезде, сондай бір не адамды оның іші аударманың тіліне де байланысты ол негізінде. Сондай бір жақсы кітап сол болды. Сонда қос портфель деп неге оны атаған? Оның лақап аты солай болады мектептегі. Өйткені мектептегі ең бойы кішкентай бала болғаннан кейін, үлкен кластың балалары оны қызық көріп,
анау сенің портфелің өзіңнен үлкен деп анау портфельмен өлшейді бойын. Сонда ровно қалыппен 2 портфель болады ғой бойы. Сонда оны қос портфельде солай айтып кеткен ғой. Ойладым мен 2 сумка арқалап жүр ма бұл бала деп. Сондай, сосын оның иті болады. Сондай бір жақсы. Сондай керемет оқиғалармен есте қалған кітап болды ғой деңіз. Есте қалған кітап, соны мен сақтап қойдым, әлі шейін өзімде бар. Немерелеріме оқып берем деген, Алла жазса. Алла сол күнге жеткізсін сізге. Әмин. Енді балалық шақтан оралып, біраз көзайым болып қалдық. Енді бері жаққа келсек, енді айтып отқанда, мысалы, сізден сұрарым, сіз қай жанрда кітаптарды сүйіп оқисыз жалпы? Енді ол жанр дегенде поэзия немесе проза немесе там фантастика, әртүрлі жанрлар бар. Соны сіз қайсы жағына өзіңіз кішкене жаныңыз қалап сол жаққа барасыз? Мен негізі прозаны жақсы көрем, жалпы. Поэзия, проза деп бөлгенде мен прозаны жақсы көрем. Сол прозаның ішінде енді әр жаста әртүрлі өзі қалауың болады. Жас кезіңде бір жанр деген сияқты, мысалға мынау шамада ол көңіл-күйге де байланысты. Сосын кездейсоқ бір кітаптарды көріп қаласың, мысалға ол ұнап қалып басқа бір мүлде басқа жанр болуы мүмкін. Сондықтан да мен айта алмаймын өзі менің сүйікті жанрым қандай деп. Негізінен, бірақ та соңғы кезде айтатын болсам, мен әйел авторларды көп оқып жүрмін соңғы кезде. Әйел авторлардың шығармалары соңғы кезде көп ұнап жүр. Қандай тақырыптарды мысалы? Әртүрлі тақырыпта. Мен айтып отырмын ғой, бір өзі адамның көңіл-күйіне байланысты, сосын әлгі бір әртүрлі бір кезеңдер болады. Бір кездерде мен осы Донцованы көп оқыдым деп айтсақ, мысалға. Өйткені классиканы көп оқығам кезінде, мен жас кезімде. Содан кейін бір кездер болды, сондай жеңіл шығармаларды оқуға көңілім бұрды. Көңілім ауып тұрды. Содан кейін Улицкаяны ұнататынмын. Сосын Нестерова деген, Наталья Нестерова деген автор бар. Енді қазір көбіне орысша оқимыз. Жас кезімізде бәрін қазақша оқыдық қой. Бүкіл классиканың бәрін қазақша. Сосын институтта, енді мен оқыған кезде қазақша оқитын болған жоқ институттар. Сондықтан да амалсыз орысша үйрендік. Содан кейін орысша кітаптарды оқитын болдым мен. Сол институттан бастап осы қазақша оқымадым-ау деймін. Өкінішке қарай солай болып тұр. Енді қазір соңғы кездерде біздің өзіміздің де авторлар шығып жатыр ғой, әйел авторлар. Біздің мысалға Камал Әлпейісова деген кісіні естуіңіз бар шығар. Біздің осы Амангелді ауданының тумасы. Ол кісінің ең белгілі жағы ол бізде тәуелсіз Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері біздің мемлекеттік тіліміз енді өзіміздің меншігіміз, өзіміздің ана тіліміз алдыңғы шепке шығып деген сияқты сондай жағдай ғой. Енді біздің де қазіргі жасап жатқан еңбегіміз сол мемлекеттік тіліміздің мәртебесін өсіру, нығайту деген сондай мәселелер. Соған қатысты мемлекеттік тіліміздің төрге шығуына байланысты мынау жиналыстарымыз әртүрлі деңгейлердегі бірте-бірте мемлекеттік тілде өткізіле бастады. Әйтеуір сондай бір талпыныстар болып жататын дегендей. Енді басқа халықаралық деңгейде өтетін, мысалға жиналыстар президенттің қатысуымен олар міндетті түрде қазақша өткізіледі ғой. Сондықтан ол кісі, Камал Әлпейісова деген кісі, ол осы Қазақстандағы бірінші орысшадан қазақшаға, қазақшадан орысшаға аударатын ілеспе аудармашы деп айтуға болады. Осы практикалық тәжірибелік ілеспе аударманың негізін қалаушы деп айтса да болады ол кісіні. Сондықтан ол аударманың ішіндегі ең ауыры осы ілеспе аударма. Өйткені сөзбе сөз. Ілеспе деген атынан көрініп тұр ғой, мінекей мен сөйлеп отырсам, ілеспе аудармашы менің айтқанымды орысша аударып отырады. Менің соңымнан осылай. Арасы интервал дейміз ғой, мысалға менің айтқан сөзімен 1-2 секунд бола ма, жоқ па, сондай. Сондықтан да ілеспе аударма деген оны аударып отырған кісінің енді қалай деп айтса, жұмысының ауырлығын, мысалы космонавтардың жұмысымен, ғарышкерлердің жұмысымен салыстыруға болады. Адамның
қан қысымының көтерілетіні сондай, өйткені анау мидың жұмыс істеу жылдамдығы қандай керемет болу керек қой ана жерде. Өйткені мысалға осылай жарайды, сенің алдыңда ана кісінің сөйлеп отырған сөзінің аудармасы жатса қағазда, ол басқа мәселе. Ал енді ол кісі өз сөзімен сөйлеген кезде, оның сөзін анандай адамдар отырған кезде, үлкен адамдар отырған кезде, сол адамдарға жатық қылып, сол 1-2 секундтың ішіне жеткізу, ол енді қиынның қиын деп айтқанның өзінде де сол. Солай жетік деңгейде меңгеріп тұрғаны ғой енді. Мысалы, сіздің ішіңізден қандай сөз шығатын ол кісі мысалы білмейді ғой. Сіз бірақ соны сіздің артыңыздан ол кісі жаңағы ілесіп, аударып үлгеріп отыр дейсіз ғой. Үлгеріп отырады, иә. Ал енді оның мынандай ерекшелігін алсақ, бізде орыс тілі мысалға да, бізде қазақ тілінде сөйлем өзі тәртіппен ғой, әр сөзінің өзінің орны бар да. Орыс тілінде мысалға ондай орын жоқ, ол етістікті басына жіберу мүмкін мысалға да, сондай. Сондықтан да бізде басында бізге зат есім, содан кейін соңында етістік тұрады. Сонда мысалға сөйлемді ол толығымен тыңдап алып барып аударамыз. Өйткені сөйлемді толығымен тыңдамаса, онда бізде сөйлемнің мағынасы шықпайды. Сондықтан да сөйлемді тыңдап алып, оны аударып, оны жеткізу сол 1-2 секундтың ішінде. Сондай виртуозды нәрсе ғой. Сондай мамандықтың иесі ол кісі. Соны жазатыны да бар өзінің. Сол бізге осы облысқа келіп талай рет семинарлар өткізген, сол еспе аудармашылар жинап, енді аудармашыларды жинап, сол еспе аударма мамандығының қыр-сырына кішкене шет жағасына үйретіп, сөйтіп жылда емес, бір 3-4 рет шақырдық біз ол кісіні осы облысымызға үйрету үшін. Біздің осы аудармашыларды кішкене аздап болса да сол ілеспе аударманың қыр-сырына үйретуге шақырғанбыз кезінде. Сол кісінің шығармашылығын да жақсы көріп оқимын, өйткені ол кісінің өте сондай әдеби деңгейі өте жоғары шығармаларының. Сосын қазіргі заманның тақырыптарына, мәселелеріне арналған ол кісінің шығармалары. Қыздардың тағдыры, осы қоғамдағы болып жатқан әртүрлі оқиғалар бойынша сондай көтеретін тақырыптары да, мәселелерді. Да, сол айтылмаған әңгіме деген бір жинағы бар менде сол кісінің. Одан да басқа кітаптары бар. Сол кісіні қазақша авторлардан сол кісіні соңғы кезде жақсы көріп оқып жүргенмін. Керемет. Енді мынау айтамыз ғой, қазіргі өсіп келе жатқан мысалы өскелең ұрпақ. Әрине өскелең ұрпақ мынау мектеп табалдырығын аттаған ұрпақтан қазіргі мысалы еңкейген қарияға дейін сіздің ойыңыз, олардың қандай кітап, қандай жанрдағы кітапты оқығанын дұрыс деп ойлайсыз? Енді қазір айтамыз ғой, ой жамандаймыз. Енді бәріне топырақ шашуға болмайды әрине. Қазір енді әрине 20-шы ғасыр техниканың, смартфонның заманы дейміз, бәрі осыған үңіліп кетті дейміз, бірақ дегенмен де ол жастарды әрине топырақ шашуға болмайды деп айтып отырмын. Мүмкін ол сол смартфон арқылы өзінің бір керекті, сүйікті әдебиетін оқып жүрген шығар. Может, мүмкін ол жаңағы бір жазушыны зерттеп жүрген деген сияқты. Сондықтан мен жаңа сізге қойып отқан сұрағым, осы ұрпақты қандай кітаптар оқыған деп ойлайсыз, өсіп келе жатқан ұрпақ? Оқығаны дұрыс деген қандай кітаптар оқыған? Енді қазіргі таңда мысалға біздің заманымыз басқа қазір. Біздің кезіміздегі заман, қазіргі заман салыстыруға келмейді. Қазір адамның тәрбиесіне де басқаша көзқарас деген сияқты. Бұрынғы кезде біз көп жағдайда айтатын болсақ, еске түсіретін болсақ, бізді ұжымда тәрбиеледі, бірінші ұжымда. Бірінші ұжым. Мұндай смартфон, телефон дегенді білген жоқпыз, Білген жоқпыз, бізде айтатын сен ұжымда жақсы үйлесім табуың керек, жақсы қарым-қатынаста болуың керек деп, адамның жеке басы ол негізінде өте бізде енді ол кезде коммунизм идеясы болды, социализм идеясы болды. Ол кезде басты мән неге берілетін? Сол ұжымдық қатынасқа басты аударылатын көңіл. Мектепте де солай болатын мысалға.
класстан сен бөлінбеуің керек, сен ерекшеленбеуің керек. Алға озып шықсаң, сенің енді сабақ жағынан озып шықсаң жақсы, бірақ та қоғамдық жұмыста да мысалға сен алда болуың керек деген сондай адамды тек қана сол қоғамның ішінде тәрбиелеген. Қазіргі таңда енді басқаша көзқарас ол тәрбиеге. Қазіргі таңда бізде айтады ғой, жеке басын дамыту дегенге көп мән беріледі. Жеке басын дамыту деп. Енді біз оның кезінде айтатынбыз, ол капиталистік деген, социалистік деген кезінде болды ғой, енді біз бала кезімізде сондай идеялар. Сонда айтатынбыз, жеке басы дамыту ол тек қана капиталистік елдерге тән нәрсе, ондай болмайды, ондай адам өзімшіл болып өседі, ал бізге ұжымда жақсы қарым-қатынаста болатын адам керек, сондай жеке тұлға керек деп сөйтіп бізді солай үйрететін. Ал қазіргі таңда бірінші кезекте енді керісінше, бірінші кезекте адамның өз басы, жеке басы дамуға тиісті. Сосын барып ол өзінің жан жағын қалыптастырады деген сондай ұғым бар. Енді әр адам жеке басын бірінші кезекте жеке басын дамыту керек, жеке басын қалыптастыру керек, жеке басының даму деңгейі жоғары болу керек деген сондай ұғым бар. Сосын барып қана ол кісілерге қандай неге бағытқа бұрылуға болатын өзі сосын анықтай алады дейсіз ғой. Сондай, сол нақты адамның жеке басына көңіл аударылып отырған қоғам қазіргі заманда. Сондықтан да жастар көбіне, менің байқайтыным, көбіне психологиялық жанрдағы кітаптарды ұнатады. Әлгі неше түрлі өмірді қалай сүруге, сосын өзіңнің мінезіңді қалай қалыптастыруға туралы сондай кітаптарды көбірек қызық оқиды деген менің өзімнің көзқарасым бар. Сондықтан да айтып отырғаным сол, заман талабы, заманға қарай адамның да сондай несі, талғамы басқаша болады. Сондықтан да менің әйтеуір көп байқайтыным, мысалға осында бір кітап болды, серия болды бір кітап, осында ұмытып отырмын қазір. Сол кітапты көбіне мен осындай кітапханаға келіп кітап алып жүргенде, сол кітапты көп жастардың іздейтінін байқаған кезінде. Бір американдық жас қыздың жазған кітабы, серия, әртүрлі жағдайда, ұмытып отырмын қазір енді сол кітаптың атын. Сосын сондай жанрды мысалға ұнататын байқадым мен жастардың. Айтып отырмын, заман талабына қарай адамның талғамына да сондай нәрселер, сондай талғам болады. Содан кейін көбіне енді қазір әрине мынандай, ол біздің басты мәселе өз жастардың жалпы кітап оқу деген мәселе болып тұр ғой қазір. Біздің кезімізде кітап оқымайтын адам кемде кем еді да. Кітап оқымаса да біз енді анау үйде сөре-сөре кітаптар тұрушы еді ғой. Да, кітаптар тұратын. Енді кітапты оқымаса да сауатты жазуына көп көңіл бөлді ғой мектептерде. Қазіргі таңда жазу бұрынғыдай үйретпейді. Қазір көп жағдайда осы кішкентай, менің байқауымша, білмеймін, мүмкін қателесетін шығармын, бастауыш класстан бастап ғылыми еңбектер жазғызады мысалға. Қазіргі бұрынғы кезбен қарағанда, қазіргі жемен көктеген, қазіргі мектеп жасындағы балалардың әдістем методикасы дейміз ғой, оқу қиын. Сіз айтып отқандай, кітап оқу емес, қазіргі сіз айтып отқандай бастауыштан бастап жаңағы неге қатысу керек, ғылыми жұмыс қорғау керек, мынау олимпиадаға қатысу керек деген сияқты кішкене баланың бірінші сауатын ашып алу керек, сосын барып жаңағындай іс-шараларға қатыстыру керек шығар деп өзім жай ойлаймын. Қателесіп тұрған шығармын, бірақ енді ол да дұрыс шығар, өйткені бала ол жаңағы сыртқа, басқа ортаға шығып кішкене үйренгеннен кейін мүмкін оның қызығушылығы оянатын шығар деп ойлаймын өзімді даже. Енді оның әдістеменің қазіргі жалпы осы оқу білім беру жүйесінің ерекшеліктерін енді білмеймін, қандай мақсатпен ол жүргізіліп жатыр, ондай әдістеме, ондай сондай оқыту әдісі деген сияқты білмедім ол жағын. Енді ғалымдардың бір несі шығар, өзі сол қорытындысы шығар, осылай істеу керек деген. Но дегенмен де менің ойымша өзім мысалға баланы бірінші кезекте сауатты жазуға үйрету керек қой, сауатты жазуға.
Өйткені ғылыми еңбекті, менің өз басымның пікірі, ол ғылыми еңбекті жазғанмен де оның ішінде қателер толып жүрсе, ол не деген, қандай қандай еңбек болады дейсің ол, ғой. мысалға оны оқу да мүмкін емес деген сияқты. Сондықтан өз ойым солай, бірінші сауаттылыққа үйрету керек баланы деп. Сауаттылық ол қайдан келеді? Ол кітап оқудан басталады, сауаттылық. Мектепте қалай әліппені жазуды үйретеді ғой, қалай жазу керек екенін, қаламды қалай ұстау керек екенін, әріпті қалай жазу керек екенін үйретеді. Бірақ ол үйреткен бір бөлек, ал енді оқып көз алдыңда кітаптан көру оны екінші бөлек. Сондықтан сауаттылық ол 90% сауаттылық ол кітап оқығаннан. Әрине, дұрыс айтасыз. Қазір мысалы жаңа айтып жүрмін ғой, өскелең ұрпақ мүмкін жаңағы мынау техниканың қолында жүрген шығар, бірақ олар да мүмкін сауатсыз шығар. Мен өзім ойымша, мысалы ол кісілердің техниканы жақсы біліп кітапты оқып жатса да, мүмкін оның сауаты жағынан нашар шығар. Ол кісі мысалы ертеңгі күні бір диплом қорғайды, немесе біреуді оқытатын шығар. Сол кезде кішкене қателіктер сол кезде бастап көрініп қалады. Сондықтан да осыған көңіл бөлу керек деп ойлаймын мен, мектеп жүйесінде бірінші кезекте сауаттылыққа. Әрине. Сондан кітап оқыған адамның сөз қоры да үлкен болады. Сөз қоры. Ал енді сөйлескен кезде, мысалы деңгеймен өзімнің қызым айтып отырам, сен қанша жерден ақылды болсаң да, ақылды бол екенің сенің айтқан сөзіңнен, сөйлеген сөзіңнен білініп тұрады. Сөйлеген сөз неден құралады? Ол сөз қорынан құралады. Сөз қоры қайдан пайда болады? Ол сөз қоры адам оқыған сайын пайда болады, кітап оқығаннан пайда болады, ақылды адамдармен араласқаннан пайда болады. Ал енді қазіргі таңда араласу дегенге біздің қолымыз тие бермейді деген сияқты. Сондықтан да кітап оқудан пайда болады бәрі де. Қазір айтып жатады ғой, қазіргі заман басқа, кітапта жазады бәрі дұрыс болу керек деп жазады. Мен айтам, ол заман басқа болғанмен де адамзаттың даму, адамзаттың жалпылама, мысалға құндылықтары ол қалды ғой. Адамгершілік сияқты құндылықтары, мысалға мейірімділік деген сияқты, тағы қандай жомарттық, жауапкершілік деген ол жалпы құндылықтар қалды ғой енді адамзаттың. Сондықтан да ол кітапта бәрі сол туралы жазылады негізінде. Сондықтан да біз оны теріске шығара алмаймыз ғой. Біз мысалға жауапкершілік керек емес деп айта алмаймыз, заман өзгергенмен де. Адамгершілік керек емес деп айта алмаймыз. Сондықтан да кітапты қазіргі, ой сенің кітабыңда не жазылған, оқы дейсің, ол кітапта баяғы бір ертегі сияқты жазылған деп солай ақыл үйретеді деген сияқты. Қазіргі балалар сөйтіп айтады, бұрынғы кезде осындай кітапты біз неге оқымайсың деген. Ой, мама, сен совет үкіметінің кітабын айта бермеші деп қазіргі балалар сөйтіп шыға келеді. Әрине, кітапта барлығы деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі таңда балаларға ол қандай кітап оқу керек деп айтқанда, ол кітапқа деген бірінші қызығушылықты ояту керек бірінші кезекте. Ол мектепте, ол үйде әрине басталады. Отбасынан басталады демекші, алдыменен кітап оқуды үйде бастау керек шығар деп ойлаймын. Әрине, анасы не әкесі. Айтып өттім ғой өзімнің тарихым кітапқа қалай баулғаны туралы. Сондықтан да сол басынан бастау керек та, басынан бастап осы қағазға құмарлықты балаға дарыту керек негізінде. Сонда ғана барып артынан айта аламыз біз оның неге оқиды, неге оқымайды деген сияқты. Баланың талабы әрине бірінші ата-анадан деп тұрсыз ғой. Өйткені ұядан не көрсең, ұшқанда соны іледі демекші. Баланы біз мысалы қалай талап етеміз, кітап оқы деп. Егер де үйінде ұшқан ұясында кітап оқу рәсімін көрмеген өскен бала болса, ол қалай мысалы кітап оқиды деген сияқты. Енді мынау қазір кішкене ғана қысқа жауап берсек, осы заман талабы бойынша айтып тұрмын, жастар бәрі электронды түрге көшіп кетті. Бірақ сіз өзіңіз қай форматта оқыған сізге ыңғайлы? Электронды ма, әлде мына кітапханаға келіп, өзіңіз кітапты қолыңызбен ұстап, бетін парақтап, солай оқыған жақсы ма? Енді біз сондай кітаппен өскен адамбыз ғой. Сондықтан да мынау өзі кітапхананың кірген кезде бір басқа бір әлемге кірген сияқты боласың ғой. Мен әлі күнге шейін осы кітапхананың иісін ұнатамын. Әлі күнге шейін кітапхананың мына тып-тыныш болып жүреді ғой, тып-тыныш болып тұрады ғой, сол несін ұнатамын. Атмосферасын ұнатамын сол кітапхананың.
өкінішке қарай қазір мінекей уақыт тез өтіп жатыр деп айтамыз ғой, расында да соны мен өзім сезем кәдімгідей. Уақыт тез өтіп жатыр деп таңның қалай атып, кештің қалай батқанын білмей қаламыз әрине. Сондықтан да қазір кітап оқуға көп қол тие бермейді, шын айтқанда. Сөздің шындығы ол. Да, әйел адамның жұмысы үйге барғасында жалғасады ғой. Ер адамдардікі жақсы келеді, демалады деген сияқты. Әйел адамның жұмысы ары қарай жалғасады. Сондықтан да қазіргі уақытта осы кітап оқуға мен келмей кеткенімде осы біраз жыл болды, осы кітапхана келмей кеткенімнің себебі сол, өйткені қол тие бермейді. Қол тие, әрине. Кітап оқуға. Ал енді қандай форматта оқу деген ол әлбетте бірінші қағазды ұстап, иісін иіскеп. Иә, солай. Мен өз басым мысалы сол ыңғайлы маған, мысалы кітапты келіп қолыма ұстап, өйткені мен үшін мынау бар ғой, электронды қарағанда жалған сияқты көрініп тұрады, неге екенін білмеймін. Жалған сияқты. Маған мынау кітапханаға келіп, кітапханашылармен сөйлесіп, қай жанрдағы кітап, қай жерде тұр деген сияқты. Мысалы, осы маған автордың осы кітап, осы тақырыптағы керек деген сияқты кітапты көріп ұстап, солай оқығаным өзіме ұнайды. Менде де сондай жағдай. Енді сізге айтайын десем, сөзімді қорытындылайтын болсам, кітап ол асыл қазына, өшпейтін мұра. Әрбір кітап ол жеңіске жететін бір қадам деп айтар едім. Әрине, кітап оқымаса, жеңіске жетпеуіміз де мүмкін, кітап оқысақ, әрине, жеңіске жетуіміз де мүмкін. Енді бүгін сөзімді қорытындылай келе, Айжан Жусанқызы, бүгінгі бізге арнайы алтын уақытыңызды бөліп, сүбелі сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтам. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін, шығармашылық ізденістер тілеймін. Келесі кездескенше де айтамын. Рахмет.